Африкада баланың өлімін күтіп отырған құзғынның фотосы көп елдерге тарайды. Африкадағы баланың ең соңғы сәті. Осы фотодан кейін қыз бала тірі ме өлді ме ешкім білмейді. Бұл фотоның авторы шамамен 1993-94 жылдары Судандағы ашаршылықты түсірген Кевин Картер. Ол осы фото үшін кейіннен Пулитцеров деген премияны алады. Осы фотомен Кевин Картердің есімі әлемге тарайды. Ең үлкен жаңалықтар каналы Кевинді бірмен бір жарысып айтып жібереді. Оның аты бірнеше айға шығып көтеріле бастағанда фотограф депрессияға түсіп, ақыр соңында өзіне қол жұмсайды. Ол осылай аты жарып тұрғанда тікелей эфирде телефон соққандарға тікелей жауап беріп отырады. Сонда бір кісі, ол қызға соңында не болды деп сұрайды. Ал фотограф ойланбастан, мен соңына дейін күтіп тұра алмадым, өйткені ұшаққа рейске үлгермей қалу мүмкін еді деп жауап береді. Сонда сұрақ берген адам былай жауап береді. Сол уақытта ол жерде екі құзғын отырды. Біріншісі құзғын, екіншісі фотоаппараты бар құзғын. Екеуі де баланы қашан өлер екен деп күтіп отырды деп жауап береді. Осы сөздерден кейін атақты фотограф күннен күнге, егер қызды алып кеткенімде өмірім мұнан да басқаша болар ма еді? Шынымен де сол балаға не болды екен деген ой мазалай бастайды. Онсыз да атақты фотограф егер қызды аман сау сол уақытта алып кеткенде, одан кейін де тірі әрі атағы да жер жарар еді. Өкінішті, баланың құзғынның жейін деп отырғанын көрсе де кете берді. Соңында өзі де еш нәрсеге қызықпай, соңы өліммен тынды. Өмірде ең маңыздысы адам. Адам баласының өмірі бірінші орында тұру керек. Қанша білім алайық, оқиық, көтерілейік, бірақ бірінші кезекте адам баласының өмірі тұру керек. Көшеде киімің жыртық па, не аяқ киімің шаң ба, осы маңызды ма қазір? Киімің қандай болсын, шұлығың тесік болсын, бірақ бойыңда кернеген адамшылық қасиет болу керек. Үстіңдегі ең соңғы брендтердің киімі болсын. Терезеден құлайын деп тұрған баланы көріп, жұмысымнан қалмайын, басқалар құтқарар деп кете берсең, сенде не қасиет болсын? Астанада көп қабатты үйдің терезесіне құлайын деп тұрған баланы да құтқарған өте қарапайым жігіт қой, үстінде ешқандай да бренд киім жоқ. Көшеде жыртық киімнен, ескі пальтодан, не модасы өтіп кеткен курткадан ешқандай ұялып қажеті жоқ. Бастысы, жаның таза, жүрегің жарқырап, жанып тұрсын.